Бункерде қалған адамдар биіктігі 90 метрді құрайтын бұрынғы өркениет дәуірінен қалған машинаны тауып алды. Және бұны тапқандар өздерінің тұрып жатқан жерлері дәл сол машинаның көмегімен құрастырылғанын түсінеді. 10 000 жизней зависят от них. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өткен жолғы Укрытие сериалының 3 және 5 бөлімдерін қысқаша баяндап беретін болам. Ал 1 және 2 бөлімін описание немесе комментарийден таба аласыз. Бейне басталмас бұрын әдеттегідей арнаны қолдап пікір қалдырып жүрген достарыма алғысымды айтам. Егер де жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп, бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Өте төменге түскен Джульетта әрмен қарай баруға дәті бармай, қайтадан жоғарыға шықты. Осы жерде ішімдік ішеді және қайтыс болған досының сағатын қолына тағып алады. Осы кезде қаланың әкімінің де көңіл күйі жоқ. Ол шерифтің көмекшісіне Джульеттаны тауып әкел дейді. Джульетта осы кезде өз-өзіне келіп жатқан еді және ыдыс-аяқтар қозғалып, жан-жақтың барлығы сілкіне бастады. Бұл дегеніміз генераторда қандай да бір ақау бар дегенді білдіреді. Бұны байқаған Джульетта дереу жұмысына қарай асықты. Осы кезде шерифтің көмекшісі әкімнің термосында судың біткенін байқап, өзінің термосын береді. Джульетта генераторға келгенде, оған кірейін деп жатқан көмекшісін ұрып жіберді және бұл тірлік оның бастығына ұнамады. Джульетта бастығына генераторды толықтай тоқтатып, оны қарау керек дейді. Ал егер де бұлай жалғаса беретін болса, генераторды ешкім жөндей алмайтын болады деп ескертті. Әкім Рут пен шерифтің көмекшісі екеуі бункердің IT бастығына келді. Бұл кісі осы бункерді қарайтын әкімнен кейінгі екінші адам. Еркек шерифтің орнына Джульеттаны қоямыз деген ойға келіспейді. Өйткені Джульетта кезінде өзінің жұмысына пайдалану үшін Эзеленд ұрлаған екен. Бірақта Джульеттаны шериф болсын деп, бұрынғы шериф Холстонның өзі таңдап кеткен болатын. Әңгімеден кейін әкім мен шерифтің көмекшісі ортаңғы деңгейге келді. Бұл жерде адамдар әкімді өте жылы қарсы алды, себебі барлығы оны жақсы көреді. Әкім алдымен жаңадан туылған балаларды көруге келді. Ал кейін Джульеттаның әкесі дәрігер Николсонмен сөйлесті. Әкесінен Джульетта не үшін төменгі деңгейде деп сұрағанда, Джульетта бала кезінен механиканы жақсы көретін еді деп жауап береді. Және сол бала кезінен бастап екеуі мүлдем араласпайды. Осы уақытта Джульетта Мартаға өзінің бункердің түбінен көрген үлкен судан қорыққанын айтты. Ал әкім мен көмекші екеуі саябақта тамақ жеп отыр. Осы кезде бұлардың алдына төрешінің көмекшісі Симс келді. Ол да өзінің кандидатурасын шериф болуға ұсынбақшы. Төменгі деңгейде генератор тағы да қозғалды және әкім Джульеттаның қалай жұмыс істейтінін өз көзімен көрді. Ал кейін Джульеттаның өзімен де кездесті. Джульеттаға енді сен шериф боласың деген әкімнің шешімі ұнамады. Қыз айтады, менің жұмысым одан да маңызды және мен шериф болғым келмейді дейді. Бұл жауапқа қатты таңғалған әкім Холстоннан қалған төсбелгісін қызға береді. Сонда қыз төсбелгіде жазылған жазуды көргенде дереу әкімді қуып жетіп, мен ойландым және шериф болуға дайынмын дейді. Бірақта бұл жерден кетпес бұрын генераторды жөндеуім керек дейді. Ал оны жөндеу үшін генераторды уақытша тоқтату керек болады. Дәл мұндай жағдай осыған дейін бункердің ішінде болып көрмеген. Яғни бункер толығымен электр қуатынан уақытша айырылатын болады. Қанша қиын болса да, әкім бұған келісім береді. Бункердің ішіндегі барлық адамдарға электр тоғы уақытша сөндіріледі деп қорқынышты хабар таратылды. Осыдан кейін Джульетта нақты не нәрсенің бұзылып тұрғанын айтты және оны қалай жөндеу керектігін түсіндірді. Жұмысшылар жұмыс барысын жақсылап жоспарлауда. Егер де бір кіттай қате кететін болса, бұл адам өліміне әкелуі мүмкін. Бұл шаруада маңызды рөлді атқаратын Джульетта өзінің көмекшісін қасына аламын деп шешті. Ал бұны естіген көмекшісі қатты таңғалды. Осылайша бункердің ішін қараңғылық басты. Генератор толығымен тоқтады және оның сыртындағы панельдерін шешіп, жұмысшыларды ақау болған жерге арқамен тартып көтерді. Осы кезде Джульетта қисайған темірді тауып, оны ақытып төменге қарай жіберді. Ал қалғандары осы темірді түзетіп шығару керек. Осы уақытта әкім мен шерифтің көмекшісі екеуі қатты уайымдап тұр. Егер де жұмысшылар генераторды жөндей алмаса, төмендегі су қысымның әсеріне қатты көтеріліп, бункердегі адамдардың барлығы қайтыс болуы мүмкін. Осы кезде бункердің әкімі шерифтің көмекшісіне сен үшін жұмысымды тастауға дайынмын деп сезімін білдірді. Әрине шерифтің көмекшісі де осы сөзді бұрыннан айта алмай жүрген. Осылайша екеуі жұп боламыз деп шешті. Генератордың жағдайы өте нашар, себебі арғы жақтан келген судың қысымынан қақпа жарылғалы тұр. Сонда Джульетта қақпаны салқындату үшін генератордың ішіне кіріп, оны сумен атқылайды. Түзетілген темірді орнына қоям дегенше, Джульеттаның басына дейін су басып кетті. Темірді әрең дегенде орнына салып үлгерді. Ал қатты шаршаған Джульеттаны генератордың ішінен суырып шығарды.
Сөйтіп генераторды қайтадан іске қосты және жұмысшылардың ойлағанындай генератор өте жақсы жұмыс жасады. Ал бұны көрген бункердегі адамдардың барлығының қуаныштарында шек жоқ. Жарықтар іске қосылды. Бұл дегеніміз өмір әлі де жалғасады дегенді білдіреді. Осыдан кейін қыз Мартаға оралды және оған бұрынғы жігітінен қалған көне құрылғыны береді және бұның не зат екенін маған анықтап берші дейді. Ал өзі шериф мамандығына бару үшін жоғарғы деңгейге көтерілуі керек. Ол өзінің достарымен қоштасып, Холстонның берген төсбелгісін қарағанда барлығы рас деген жазуды көреді. Ал осы уақытта әкім өзінің жұмыстан шығуына өтініш білдіруде. Әзірге көмекшісі кешкісін не ішеміз деп ойланып жатқанда, әйел өзін жайсыз сезініп дәретханаға кірді. Осы кезде дәретханадан адамның құлаған дауысы шықты және көмекші дереу есікті қиратып ішіне кіргенде әкімнің аузынан қан атқылап жатқанын байқайды. Джульетта кішкентай кезінде інісінің ауырып өлімнен аман қалғанын есіне алады және сол кезде қатты қуанған еді. Осы кезде оны әкімнің бөлмесіне шақырады және қыз бұл жерге келгенде Бернард, Марнс және Симпсонның келісе алмай жатқанының куәсі болады. Сонда Марнс әкімді ортаңғы деңгейде бір қылмыскер тышқанның уымен улағанына сенімді. Өйткені әкімнің бункерді аралайтынын барлығы білді және өзінің термосын ала алмағандықтан қасындағы көмекшінің термосынан су ішетінін біліп, сол суды улаған деп ойлайды. Еркектер Джульеттаны байқады. Бернард қыздың қолынан алып, оны шериф болған үшін құттықтауға мәжбүр. Сонда Джульетта Марнстың қайғырғанын көріп, тағы да кішкентай кезін есіне алды. Кішкентайында әкесі анасы мен баласының киімдерін алып өткізіп жібер дейді. Себебі ол басқаларға керек болуы мүмкін. Қазіргі уақытқа оралсақ, Джульетта асханада отырған жалғыз еркекті көреді. Бірақ та қызды шерифтің хатшысы алаңдатып жіберді. Әйел оны бөлмесіне апарып, осы жердің тәртібімен таныстырады. Джульетта бұрынғы жігіті Джордждың денесін әкелдіп бұйырды және бөлменің іші мен камераны қарап шықты. Ал терезеден қарағанда Холстон мен оның әйелі қайтыс болған ағашты көреді. Осыдан кейін қайтадан кішкентай кезін есіне алады. Анасы мен інісінің киімін сұрыптау бөлмесіне әкелген кезі еді және киімдерді қабылдаушы кісі бұл қызды аяп кеткенін жеткізген еді. Ал кейін қыз өз-өзіне тамақ жасайды және бұрыннан бұзылып қалған үстелді жөндеп шығады. Ал әкесі жұмыстан келген уақытта қыз әкесіне ашуланып, осындай қиыншылықтың барлығын не үшін мен жалғыз көтеруім керек деп ұрсады. Қыз қатты жылап, інісінің ойыншығын құшақтайды. Ал әкесі болса, барлық нәрсені жөндеу мүмкін емес деп кешірім сұрайды. Ал мұнда есейген Джульетта есіктің тоқылдаған даусынан оянып кетеді. Сөйтсе келген Бернард екен. Ол қыздың ант беру рәсімін қабылдауға дайын екен. Кейінірек қыз Холстонның бөлмесін ақтарып, бұрынғы шерифтің Джордждың құжаттарын әдейі Джульетта үшін үстелдің үстіне қойып кеткенін білді. Осы кезде рациядан Марнс туралы хабар келді. Джульетта ортаңғы деңгейге қарай жүгіреді. Бұл жерде бұрынғы шерифтің көмекшісі әкімді улап өлтірді деп бір жігітті ұрып жатыр екен. Қыз оны асханаға алып келді және оған Джорджының өлімі туралы күмәндарын айтады. Және бұрынғы шерифтің осы бункер жайында бір шындықты білетін болса, мен саған белгі беремін деген сөзін айтты. Және шерифтің қалдырған төс белгісіндегі жазуды көрсетті. Осылайша Марнс бірге жұмыс істеуге келісетінін айтты. Осыдан кейін екеуі Кеннеди деген еркекке келді. Өйткені Марнс бұл кісіден де күдіктенген болатын. Сонда еркек Марнспен төбелесіп кетті. Джульетта екеуін ажыратады, ал кейін Марнстың жарасын танып береді. Енді Джульетта Джордждың бұрынғы шерифке берген компьютер жадын тапқысы келді. Сонда Марнс ендеше қойманы қарап көр деп кеңес береді. Ал сосын өзін өлтіргісі келетін жаулары өте көп екенін айтты. Джульетта қабырғада ілінген әкімнің суретін көргенде Марнстың оған деген сезімі бар екенін білді. Сөйтіп қыз қылмыстардың беті ашылғаннан кейін шериф болудан бас тартамын деп айтады. Оқиға бұрынғы шаққа оралды. Бұл кезде кішкентай Джульетта өзінің заттарын жинап төменгі деңгейге қарай кетіп қалған және төменгі деңгейде өзін жұмысшы етіп алу үшін әкесінің атынан хат жаздырып әкелген. Марта бұл хатты әкесінің жазбағанын білді. Бірақ та айтқанынан қайтпайтын қыз тасталған заттарды тазалайтын ортаға жұмысқа келді. Және бұл кішкентай қыз үшін өте ауыр жұмыс. Енді есейген Джульетта тазалаушы жұмысшыға келді. Бірақ та ол әйел Холстонның заттарының арасынан ешқандай да көне диск пен қағазды көрмедім дейді. Осыдан кейін қайтадан кішкентай кезі Джульетта Мартаға келді. Бұл жерде қасында әкесі бар екен. Сонда қыз осы жерде қаламын. Өйткені көптеген жұмыстардың арқасында анам мен інімді ойлауға уақыт болмайды дейді. Және мен өмірдегі өзімнің орнымды таптым дейді. Осындай сөздерден кейін әкесі де қарсы болмады. Және Марта қызды жұмысқа алды. Осы жаққа оралсақ, Марнс қолдан жасалған грушадан өзінің кегін алып жатыр. Осы кезде бөлмеге Симс келді. Ол Марнста бұрын спирт сатқан үшін ұсталған қылмыскердің ұрғанын білді.
Ал кейін сот төрағасының жаңа шерифті орнынан құлатуға дайын екенін жеткізді. Бірақ та Марнс асықпай тұра тұрыңдар дейді. Ал осы кезде Джульетта асханадағы жігітпен танысты. Бұл жігіттің есімі Лукас. Джульеттаның атын естігенде мен Джульетта туралы пьесаны естігенмін дейді. Симсті шығарып салғаннан кейін Марнс бұрынғы әкімді есіне алып тұрады және өзінің рациясынан Джульетта мен Мартаның әңгімесін естіп қояды. Әңгімеде жаңа шериф Джульетта көмекшіні тапқанын айтады. Ал Марта болса, өте қызық ақпаратты білдім. Сен келіп өз көзіңмен көруің керек дейді. Сонда Джульетта мен саған кейінірек соғамын деп үйіне қайтты. Үйінде жүргенде салқындатқыштан шығатын дыбысқа мән береді. Осы уақытта Марнс та өзінің бөлмесіне келді және қараңғыда оған біреу шабуыл жасайды. Марнс та төбелесіп кетеді, бірақ та келген еркек оның қаруын тартып алды. Ал Джульетта салқындатқыштың торын шешкенде ішінен Джорджының құжаттарының түпнұсқасын табады. Осылайша қыз досьені оқып жатқанда оны Марнстың үйіне шақырады. Бұл жерде Симс Марнстың өлі денесін қарап жатыр екен және қасында жаңадан келген шериф көмекшісі Пол Виллингс бар екен. Осы кезде Бернард барлығын өзінің бөлмесіне шақырды. Бірақ та Джульетта осында қалады және оқиға орнын тексеріп, мәйіттің қалтасынан күдіктілер тізімін табады. Ал кейінірек Джульетта осы жұптарды бірге жерлеуді ұсынды. Алайда заң бойынша бұлай жасауға болмайды. Ал бір жағынан алып қарайтын болса, бұлардың романтикалық оқиғалары кісі өлімі деген жаңалықтарды басып тастайды. Осылайша халық қайғырады, ішімдік ішеді және көп нәрседен алаңсыз болады. Кейін жерлеу рәсімі өтті. Марнс пен Рут әкімді бір жерге жерлейді. Соңында адамдардың барлығы алманы бір тістеп қабірге қарай тастайды. Сондағы ойлары осылардың денесімен қосылып бір алма талы өсіп шықсын деген ой болатын. Үйіне келгенде Джульетта төменгі деңгейдегі шерифті көреді. Бұл жігіттің есімі Хэнк және ол қызға алаңдаушылығын білдіреді. Және жігіт, егерде қиындық туатын болса, мен көмектесуге дайынмын дейді. Кейін хатшы қыз келеді және ол тағы да Джульеттаға мен үшін ең мықты шериф ол Холстон деп қайталайды. Және хатшы қыз да түсініп тұр. Джульеттаның бұл орынға келу себебі тек қана Джордждың өлімін зерттеу ғана. Хатшы қыз оған көмектесуге дайын, бірақ та оның шарты бар. Джульетта Марнсты кім өлтіргенін білу керек. Себебі сот төрағасына шындық мүлдем маңызды емес. Ол қандай адам ыңғайлы болса, соны кінәлі етіп көрсете салады дейді. Ал кейін Джульеттаны да орнынан тайдырып, орнына бір юрист адамды әкеле салады. Джульетта Марнстың өлімін зерттеуге шықты. Сонда хатшы қасыңа Полды да ертіп ал дейді. Себебі саған бірдеңе болатын болса, сенің сөзіңе ешкім сенбейді дейді. Бірақ та төменгі кезеңдерге шыққанда Джульетта Полды түскі ас ішіп кел деп жібере салды. Ал өзі жақын арада Марнстың Кеннедимен қырылған есіне алып, оның үйіне барады. Есік жабық екен, бірақ та есікті өзі қолдан ашып, осы жерде улы затты көреді және Марнстың үйінде ілінген әкімнің суреті де бар екен. Дәл осы кезде Пол Симсқа келді және Симс оның ендігі көмекшісі Дакпен таныстырады. Осы кезде Джульетта Кеннедиді тапты және оны қауіпсіз орынға алып барды. Ал кейін Полмен кездеседі. Сонда Пол Симсқа барғанда Ральф деген адамнан күдіктенетінін айтқан. Ал Ральф дегеніміз бұрынғы көмекшінің күдіктілер тізімінде бар екен. Бірақ та күтпеген жерден Джульетта Кеннедиді ұстауға ордер сұрайды. Хатшы қыз не болғанын түсінбей жатыр. Сонда Джульетта барлығын бүкіл шүгесіне дейін түсіндіріп берді. Пол заң адамдарынан күдіктінің атын біліп алды. Демек заң адамдары Кеннедиді қылмыскер етіп көрсеткісі келген. Бірақ та Кеннедидің үйіне тінту жасайтын болсақ, тышқанның уы мен әкімнің суретін тауып алуға болады. Сондай жағдай орын алатын болса, шериф құзыретсіз болып қалады. Және оны шерифтіктен алып тастап, оның орнына Полды қояды. Қыз Кеннедидің үйіне жүгіріп келеді және осы жерде Дакты көреді. Және Дакты айғақтарды тасымалдаған үшін оны ұстамақшы болды. Бірақ та жігіт қаша жөнелді. Ал Джульетта оның ізінен қуып келеді. Осы кезде жоғарыға жүгіру жарысы болып жатыр еді. Соның кесірінен іс одан сайын қиындап кетті. Сонда жігіт Джульеттаны ұстап төменге қарай лақтырып жібереді. Бірақ та қыз қабырғадан ұстап қалды. Дак болса оның қолын босатып әрмен қарай лақтырғысы келеді. Сонда Джульетта қалтасынан пышақты шығара бергенде оны да түсіріп алды. Енді Джульеттаның басқа үміті қалмағанда көпшіліктің арасына оны кішкентай қыз байқап қалды. Сонда Дак дереу қашып кетті. Ал Джульеттаны жанынан өтіп бара жатқан адамдар құтқарып алды. Осы уақытта Дак Симпсонның жасырын бөлмесіне келді. Бұл жағдай Симпсонға ұнамады, себебі оның жасырын бөлмесін ешкім білмеуі керек. Ал кейін Дактың сәтсіздігін естігенде Кеннедиге арнап жазылған хатты көрсет дейді. Хатта Кеннеди өмірден қоштасқысы келетінін айтқан екен. Осы кезде Симпсон өзінің еден жуушы әкесі туралы айтады. Әкесі үндемейтін кісі болған және өзінің ойындағы нәрсені ешкімге айтпайтын.
Алайда бір күні кішкентай Симпсонның сыныптасы оның әбден ығырын шығарғанда, сол сыныптасы отбасымен бірге бір жерге көшіп кеткен екен. Сөйтіп бір күні әкесі кішкентай Симпсонға есікті көрсетіп, мен сені көмекші етіп аламын дегенде, әкесінің немен айналысатынын дәл сол кезде білген екен. Дак 2 рет қателік жасады. Басында Джорджбен, ал енді Кеннедимен. Симс Дакты қол астына жұмысқа алуға дайын. Бірақ та бұл жай ғана сөз екен. Симс Дакты төменге қарай лақтырып жіберді. Оған сәтсіздікке ұшырай беретін адамдар керек емес. Осыдан кейін Джульетта барлық болған жағдайды сот төрағасына айтты. Және Дактың қалтасынан табылған жазбаның өзі Джульеттаның айтқан сөздерін растап береді. Сонда төраға қызға рахметін айтып, істі жабыңдар деп бұйырды. Осыдан кейін Бернард қызға сенбеген үшін одан кешірім сұрайды. Ал Джульетта болса, төменгі деңгейден заттарымды алып келейін деп, одан демалыс сұрайды. Түнде асханадан өтіп бара жатып тағы да Лукасты көреді. Сонда Лукас қыздың назарын аспандағы жанып тұрған жұлдыздарға аударды. Олар орбитада белгісіз бір жаққа қарай жылжып бара жатқандай. Бірақ та бұның нақты не екенін ешкім де білмейді. Джульетта төменге түсіп Мартаның қасына келді. Және осы бір жарық жұлдыздар туралы сұрайды. Бірақ та Марта бұл нәрсе туралы ештеңе білмейтінін айтты. Есесіне әйел өздеріне жоғарыдан түскен пышақты көрсетті. Онымен қоса әйел Джульеттаның қауіпсіздігі үшін қатты алаңдайды және Джульеттаның қалдырып кеткен артефакттары туралы айтады. Бірақ та бұны қарайтын лупасы өте әлсіз, ал одан да күшті лупаны қолдануға бұларға тыйым салынған. Марта түсіне алар емес, не үшін бункердің ішіне деңгейлерге аралайтын лифт жасамасқа. Онымен қоса механизмнің күшін арттыруға тыйым салынған. Сол үшін де осы бір табылған артефакт Джульетта үшін өлім жазасы болуы мүмкін. Алайда Джульетта бастап қойған ісін тастағысы келмейді. Оған әрең дегенде жоғары деңгейдегі адамдар сене бастады. Джульетта жұмысын жалғастыра беретін болса, Джорджға нақты не болғанын біле аламын дейді. Сөйтіп Джульетта ең төмендегі үңгірге қайтадан оралып, Джордждың жәшігіндегі көне артефакттарды алады. Соңғы кездері осындай сериалдар көптеп шықса да, бұл сериалдың мағынасы өте бөлек екен. Сыртқы әлемде өсімдіктер болса да, құстар ән салса да, онда не үшін сыртқа шыққан адамдар таза ауаны жұтқан кезде өліп кетеді? Онымен қоса бұл бункерді не үшін салды? Әлде бұл жай ғана зерттеу жұмысы ма? Немесе белгілі бір адамдардың саясаты ма екен? Осы сұрақтардың жауаптарын алдағы бөлімдерде табамыз деген үміттемін. Егер де осы видео көптеген қаралымдар жинайтын болса, келесі бөлімдерінде салатын болам. Сол үшін де арнаға тіркеліп, лайк басып, бейнені достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі көріскенше аман сау болайық.